Той халықтың қазынасы дейміз, бірақ осы қазынамыздың тізгінін кімге ұстатамыз? Тілге шешен, салтымызды жетік меңгерген маманды қалай таңдайсыз? Тойыңыздың тамаша өтуі кімге байланысты? Қазір асабалар алаңында кімдер жүр? Осы сауалдарға жауап алу үшін студиямызға той басқаратын азаматтар шақырдық. Төрдегі орынға Серік Әбдуалиев мырза орналасын, оң жақтағы столға Жәнібек Тағаев пен Кенжехан Дүйсенби, сол жақтағы столға Гүлшат ханым мен Бекзат мырза жайғасын. Қош келдіңіздер. Сіздерде тойға отырғызғандай қып, аттарыңызды атап, орындарыңызды белгілеп, түстеріңізді түстеп шақырып жатырмыз. Өйткені бұл барлықтарыңызға таныш жағдай, асаба болғанда әр уақытта тойдың жақсы өтуі де, көңілді өтуі де, тамаша бір динамикамен басталуы бұл бір асабаның біліктілігіне, өзінің кәсібилігіне байланысты деп айта аламыз. Алдымен мына сұраққа жауап берейікші. Асаба дейміз ба, жоқ әлде тамада дейміз ба? Той думан деген тақырыпты тамырынан таратып талдардан бұрын сол тойдың тізгінін ұстайтын. Асаба мәселесінің басын ашып, ау мен бауын түгендеп алған абзал. Жалпы санау есте жоқ, ескі заманнан жалпы атам қазақ ел болып, еңсесін тіктеп, жұрт болып, жұмылып, ұлт болып, үйісқаннан бері келе жатқан бұл той, жаңа өзіңіз айтқандай, той қазақтың қазынасы. Сол әлімсақтан әліге дейін жалғасып келе жатқан атауы асаба. Асабалықтың әртүрлі атауы да бар негізі. Біреулер асабаны тойбасшы деп те айтады, той жүргізеді деп. Ал біздің оңтүстікте тойбасшы барлық ұйымдастыру мәселесіне ұйытқы болатын үлкен кісіні айтады. Ал асаба тойды жүргізу тізгінін ұстайтын маман дейікші. Ал тамада деген бұл бүкіл әлемдік термин ғой. Тамада десеңіз ол кез келген ұлтқа, кез келген жұртқа түсінікті тіл. Жалпы қазір асабалардың алаңында кімдер жүр? Өнер болғаннан кейін өнердің үлкенінде, кішісінде, сыйлағын көзінің тірісінде дейді. Өзі мына тойдың мәтіні, ережесі жыл сайын өзгеріп жатыр. Былайша айтқан кезде мына халықтан мынандай әңгімелер де болып жатады. Бір сарында жүре ма, соны енді әртүрлі сарында өткізуіміз керек қой деген ой болуы мүмкін. Енді мына бұрындан келатқан елдің үлкен ағалары, үлкен асабалар, біз солардан қарап бой түзедік, ой түзедік. Мектепте оқушыдан бастап, кейін студенттік өмір өтті. Соның ішінде Самат Кертайұлы, Қалдыбек ағаларымыз, мінекей Серік Әбдуалиев ағамыз отыр. Оның алдында Әбдіхалық Абдырайымов өнер мектебін ашқан. Сол сияқты ағалардың барлығын тәлім тәрбие алған кезде бірінші үлкенді сыйлап, мінекей ағаны құрметтеп, анаға, данаға деген сөздердің ережесі басқа болады. Біз ол кезде бір үлкеннің әңгімесіне бағыну бар еді. Ал қазір елдің ортасында қазір әлеуметтік желі дейді. Әлеуметтік желіде барлық нәрселер шығып жатыр. Оны біз енді шектеу қоя алмаймыз әлеуметтік желіге. Ал енді жастардың өзі қазір продюсерлік орталық деген бар. Сол продюсерлік орталықтың өзі бір ол енді жаңағы мырзалар отырған. Олар бәрі ішінде 5-6 асабасы бар, әншісі бар, бишісі бар. Мысалы бишің әнші болады, әншің биші болып кетуі мүмкін. Қазіргі дәстүрлік әндер, ғұрыптық әндер, этнографиялық музыкалар, одан кейін жаңа ұлттық және әлемдік классика, ол әуендер бөлек. Оны тыңдарман болса да, акапелла орындаса да өте ерекше болатын еді. Ал сол сияқты асабалар да қазір өзінің ойындағын, тойды қыздырам деп бүлдіріп алатындар жоқ емес. Енді жаңағы сауалға жауап беріңіз, сізді жастар тыңдай ма, жас асабалар? Сіздің кеңесіңізді, айтқан бір сыныңызды, өзіңізде тойға барасыз ғой, қонақ болып. Әй қарағым, мына жерде бір артық айттың ау, мына сөздің қисық ау деген нәрсені қабылдай ма? Оның біразіне мен өзімде қолға салып айтқан тұғым. Осындай сіздердің жүрістен бұрын шығуларыңыз. Бірінші киіну мәдениеті, сөйлеу мәдениеті, дастархан мәдениетін біліңіздер. Одан кейін бұл асаба болсаңыздар, тек қана жаңағы айыстан жеңілген ақын сияқты өлең оқи берем, болмаса жаңағы бір нәрсені бүлдірем деген нәрсе жоқ. Мына елдің енді бірақ оған халықтың өзі де соған жол беріп жатыр. Продюсерлік орталықтар өздері 5-6 асаба ұстайды. Өзіңіз бір продюсерлік орталықтасыз ба, тіркелгенсіз ба, тіркелмегенсіз ба? Мен ешқандай продюсерлік орталыққа тіркелмегем, бірақ енді халық өзі іздеп табады. Жалпы енді шоуда айтып жатыр ғой. Мен оған шірей қарсы емеспін, себебі сұраныс бар жерде серілер мен перілер пайда болады сұранысқа қарай. Оны халықтың өзі қалап отыр. Мысалы ойын болсын, күлкі болсын, шат-шадыман болсын. Мүмкін 50-ден асқан естияр кісілерге сәл
ыңғайсыздау көрінгенмен жастар жағы қалайды соны. Сол үшін оларды шақырады. Олар келіп жастардың абыройын асырады. Ал үлкендердің көңілі жасып атқаны, Жәнібектің сөзінің жаны бар. Өзі ата-ана баласынан асанбайтын заман болып қалды ғой қазір. Баласының көңілін қимай, мен киген жыртық киімді балам кимесінші, мен жеген қара нанды балам жемесінші деп барын салып атады. Баланың айтқанын істеп атады, а баланың қалауы осы болса, енді өзіңіз білесіз, тойда үлкен де, кіші де, жас та, бала да, шаға да, әйел де барлығы болады ғой тойда. Барлығының көңілден шығу мүмкін емес шығар, бірақ дегенмен де сіз де ел азаматы болып қалдыңыз, алдыңғы қатардағы азаматсыз, сізге де бір орынсыз әзілдер, жас асабалар, сондайлар айтса, сіз қалай қабылдайсыз? Енді менің ойым, мысалы, әркім тойға барған кезде бір мазақ болайшы, біреуге келеке болайшы деп бармайды ғой. Үйіндегі бар тәуір киімін киіп, келіншегін сәндеп, жанына ертіп, тойға барып, мәртебелі мейман болайын, құрметті қонақ болайын деп барады, ешкім мазақ болайшы деп бармайды. Түрі мынандай екен, киімі мынандай екен, жүрісі мынандай екен деп отыр, сол тойда не әсер алады? Көңіл күй түсіп қайтады. Жалпы негіз бала-шаға жүргенде де қарсымын мен тойда. Өйткені той бала-шаға тәрбие алатын жер емес. У-шу, ұрду-дұрду, біздің тойдың өзі кәдімгі орыстың стилінен тос айту дегеннің өзі кәдімгі орыстың дәстүрінде бар нәрсе. Стақан ұстап алып, тұрып алып, тос айтып. Соны біз өзімізге алып, қазір тос айтып жүр ғой. Негіз қазақтың тойы үлкендердің батасымен, палуандар күресі, ат жарыс, қазақтың тойы ақындар айтысы, сондаймен қызықты болған. Әлде де мысалы Наурыз жиындарына барып қаласың ғой. Сол жиын маған қызық көрінеді, кәдімгі өтіп жатқан тойдан көрі. Өйткені небір зиялы қауым аталар бата беріп атады, апалар ауылдың алты-ауызын айтып жатады. Демек, бізде тойдың әдебі бұзылған. Солай ғой? Той орыстың дәстүріне кетіп қалған. Енді Бекзат, өзіңізді білеміз, дәстүрден, діннен аттамайтын азаматсыз, бірақ дегенмен де тойдың әдебі бүгінгі таңда сіздің көңіліңізден шыға ма? Сіз енді орта буындасыз ғой. Сізден де жас асабалар бар. Атам қазақ ең әуелі ұрпағына әдеп үйреткен ғой. Соның ішінде қонақтың әдебі, немесе жаңағы дастарханның әдептері бар ғой. Соның ішінде қазақ тойы бұл қазақ руханиятының өзегі. Сол үшінде жаңағы біздің той уақытында бір ерсілі қарсылы кіріс шығысымыздың көптігі кейде сол қонақ әдепті болса құтты болады екен ғой. Біздің сол әдепсіздігіміз кейде тойдың үстінде де көрініп жатады. Қонақ қойдан жуас дейді. Сол әдепке бағынып, соңына дейін шыдап отырса қонақ құтты болады. Яғни үй егесінің ісіне араласпай, берген несібені жеп, сол бағдарламаға бағынып кеткен қонақ, әдепті қонақ қой, сол қонақ құтты қонақ. Сол үшін де біздің тойда бір мәселе, сол басқа жақтарда сол нәрсе сақталған сияқты. Мәселен, үлкен кісі бата бергеннен кейін барып қозғалады. Ал енді бізде бір кіріс, бір шығыс тоқтамайды. Мен де бала күнімде бір қыз ұзату тойына барғам. Сонда қызды өзінің құрбыларымен бөлек отауға отырғызып, жігітті бөлек отауға отырғызғанын көргем. Той тәрбие мектебі деп те айтамыз ғой. Міне осыдан біз тәрбие өнеге аламыз, көреміз. Бүгінгі таңдағы тойдан сіз қандай әсер аласыз? Өте әдемі өзекті мәселе қозғалып отыр. Қазіргі кезде осы той басқарушылардың өзі екіге бөлініп отыр. Жаңа ағам айтып отыр. Асабаның біліктілігі бір бөлек болса, екінші тұсы ол жаңағы тойды шоу қылып басқаратын жастардың көбеюі. Бұл әрине халықтағы екі түрлі көзқарастың екі жаққа бағытталғанының нақты дәлелі. Себебі ұлғайған, жас ұлғайған кісілер, көзқарақты кісілердің өзі тойының саналы түрде дұрыс өткенін қалайды. Ол үшін осындағы асабалар сияқты жаңағы білікті мамандарға, жаңағы сөзі тура, ойы орамды кісілерді талғаммен шақырады. Ал енді жеңіл көзқараспенен оның шоу болып өткенін, келген қонақтардың бәріне бір қыран-топан күлкі сыйлағысы келгендер, ол қазіргі осы студияға шақырғанда келмей отырған жаңағы жас жеткіншектер. Олар елді қызықтырса, барынша көңілді өткізсек, елдің жүрегінен орын аламыз деген ұстанымды ұстанған жастар. Ал енді десек те сол жастарға білім керек деймін. Осы алдыңғы буын ағалардың өнеге алып, жаңағы бір тойда себебі кілең жаңағы қариялар немесе кілең жастар болмайды ғой, барлық буыннан жиналады. Сол себепті сол кісілердің барлығының
ойынан шықса, көңілінен шығып жатса, жастарға да өзінің бір жаңағы той басқару барысындағы бағдарламасының арасында өзінің бір кезеңі болса, үлкендердің де көңілін тауып, салтты дәстүрді ұстанып жатса, ол орайы келген той болады деп есептеймін. Себебі жас кішкентай жас жеткіншектердің өзі үлкен кісілерге сен деп тұрады. Шапалақ ұрсаңдар өйтеді, шапалақ ұрмасаңдар бұлай бүйтеді. Одан кейін мынау келіншегің қызғанып тұр ғой, мынау көкемді өйтіп тұр ғой деген сияқты адамның жекесіне сенсіреп сөйлейтін асабалар өте көп жастардың арасында. Елдің алдында тойға шақырған кісінің абыройын түсірмейін, жаңағы сол жерде өзімді дұрыс ұстайын деген мақсатта ол кісі қаншалықты өзінің дәрежесі биік болса да, сол көпшілікті сыйлаған күйдегі айтады. Сол себепті білім қажет бұл жерге, көңіл толмайтын әсерлі дүниелер өте көп. Қазір Гүлшат ханым айтып отыр ғой, тойда түрлі жастардың айтылатын әңгімелері бар. Әр тойда өзінің асабасы болу қажет сияқты меніңше. Мысалы, сүндет тойда айтылған сөзді сіз үйлену тойда айтпайсыз, дұрыс қой? Ұзату тойда айтқан сөзді сіз бесік тойда айтпайсыз. Бүгінгі асабаларды кім тәрбиелеп жатыр? Әр нәрсенің қайыры бар дейді. Өздеріңіз білесіздер, 2020 жылдың қарашасында басталып, 2021-де бүкіл әлемдік деңгейде сипат алған жаһанды жайлаған індеттің кезінде бәріміз інімізге тығылдық қой. Содан кейін байқасаңыздар, оның да бір қайыры бар. Тойға адам шақырудың жөн жобасы өзгерді. Және тойдың уақытылы басталуы, дер кезінде аяқталуы да бір қалыпқа түсе бастаған сияқты. Ал енді егемен ел болғанымызға, биыл міне тәуелсіздік алғанымызға 35 жыл болып жатыр. 35 сол кез тәуелсіздік алған жылы туған бала қазір 30-да орда бұзатын, 40-та қамал алатын жасқа жақындап қалды. Сондықтан қазақы тойдың мәдениеті қалыптасатын уақыт әбден болды. Бұл пісіп жетілген тақырып, сіз өте орынды шақырып отырсыз. Шынын айтқанда, белінен бесіктің табы кетпеген, аузында ана сүті кеппеген балаларға дейін басқарып жүр. Мен оны іштарлық қып қызғанбаймын. Іштарлық барда өнер өшеді. Құштарлық барда өнер өседі. Сондықтан жаңа өзіңіз айтқандай, біз өзімізден кейінгі өкшемізді басып келе жатқан жастарға той басқарудың тәртібі қандай? Сонау ғасырдан ғасырға ұласып, көнеден жаңаға, бабадан балаға жалғасып келе жатқан жақсы дәстүрлер бар ғой. Дәстүрдің озығы бар, тозығы бар дейміз. Тозығы қалады біртіндеп. Анау сарқыттай сақтаған, сарымайдай баптаған салттардың ішіндегі озығын осы заманғы тойларға да енгізуіміз керек. Ол аты жөні жоқ, жын, жыбыр, қыл, қыбыр шоуларды өткізе берудің де өзі бір тәртібі, қалыбы болу керек қой. Мәселен, мен қазірде той басқарам, жасырмаймын. Аттай қалап арнайы шақырса, халыққа әлде қажет болып тұрсаң, сенің табан асты тапқырлығың, суырып салма шешендік шеберлігің, көркем сөздің көсемі болып, көптің алдында көсіліп сөйлеп, онда да ол өзіңнің жеке шығармашылық кешің емес қой. Бірақ үлкеннің де, кішінің де, ханның да, қараның да, патшаның да, пақырдың да тілін тауып сөйлей білу керек та. Асабалар психолог болу керек. Ал қазіргі жастар, мен көңіл алмасын, бәрі демеймін, көпке көр топырақ шашудан аулақпын. Дәл осы эфирді көріп отырған, теледидарға телміріп отырған көзі қарақты көрермендер сияқты қазіргі халықтың да талабы биік, талғамы жоғары. Сондықтан келген адамдар, мысалы жастар шығады, сәлем, Шымкент, қайырлы кеш деп айналайын, қазақ олай амандаспайды ғой. Шыққан кезде ассалаумағалейкум деп. Ал енді ассалаумағалейкум дейді екен деп шығып алып, ассаламуалейкум ва рахматуллахи ва баракату. Айналайын, біз енді арабтанудан аулақ болайық деп насихат айтқалы отырған жоқпын. Әр халықтың өзінің амандасу үлгісі мен сәлемдесу үрдісі бар. Арма ағайын деп бастап, сәлем сөздің анасы ғой. Сонда бісміллә сөздің басы сияқты. Сондықтан жастарды жаңа сіз жақсы айттыңыз. Жәнібектен де сұрап жатырсыз. Тәжірибелі, кәдімгі әбден іріктелген, сұрыпталған сайдың тасындай сайып қырандарды жинап отырсыз. Мен жастарды осыдан, енді менің де кінәм шығар, бәлкім енді сұраныс болмаса, өзіңнен өзің жарнама жасаған сияқты, өз атын шақырған көкек сияқты айтудың өзің қайсы. Мен бұрын Астанада тұрғанда, енді шырайлы Шымқалаға оралдым ғой, енді бір жылдан ауды. Енді мен жинап алатынмын наурыз айының соңында. Одан кейін берекелі күздің алды, тамылжыған тамызда жинап алып, сөз өнері, шешендік шеберлік, сахна мәдениеті, эфир этикасы деген бағытта жастар жинайтын, өздері келетін. Тіпті олардың арасында кәдімгі отауызды орақ тілді болып, елдің алдында жүрген асабалардың өзі келеді. Себебі осы отырған біздің де білгеніміз 1-9, білмегеніміз 99. Өмірдің өзі өле-өлгенше оқитын мектеп қой. Сондықтан қазіргі жастар, жаңа Жәнібек бауырым айтып отырғандай, тек мына әлеуметтік желіден, ютубтан,
тикток пен инстаграмнан қарап, ана қара судың бетінен қаймақ есетін шешен құсап, шебер құсап, бастауыштың баласындай таңдай тақылдап тақпақ айтып тұрады да. Бірақ кейде мен өзі күмәнданам, осы асаба өзі не айтып тұрғанын өзі де білмейді ау кейде деп та. Өнер ордасы деп отырмыз. Кезінде өзіңіз салт дәстүр орталығында басқардыңыз. Осы дәстүрді жас асабаларға қалай сіңіруге болады? Әлде бізде асабалардың арнайы бір одағы сияқты дүние жоқ па? Ол бір кезінде құрылу қажет деп те айтқан кездеріміз болды, бірақ сол аяқсыз қалды ма? Осыдан 2005 жылы Самат Кертайұлы, мүмкін жәнде Құрал Сағынайып деген ағаларымыз бар, өнер ордасын құрды. Өнер ордасын құрғанда осы азаматтар бар, азаматшылар бар, ол кезде филармонияның да әншілері бар, операның да қызметкерлері бар, мәдениет үйлерінің барлығы жиналатынбыз. Арнайы демалыс болатын, бас құрып жәндегі ақылдасатын кезеңдерді өтті. Оны жасыратын жоқ. Содан шыққан жігіттер де өз пікірлерін, ойларын айтып, былайша айтқан кезде тұжырымдамасын бекітетін тұғымыз. Ал енді қазір айтып отырмын, продюсерлік орталық көбейіп кетті. Продюсерлік орталық бір өнер орта болып есептеледі өздерінше. Жасыратын жоқ, продюсерлік орталық деген сөз жаңағы өздері бір құйырып алған, өңкей шығады. Мен оған қарсы емеспін. Ол әркім продюсерлік орталық өздеріне, өздері қызмет жасайды, өздері той алады, басқа қылады. Біз оған ешқандай не жоқ. Олар жұмыстарын істесін, өте керемет нәрсе. Бірақ дегенмен де бір жақсы бір мектеп қажет. Мысалы, өзімізден шыққан, мысалы, қанша шәкірттердің ішіндегі Жандос Өсербаев. Ол мемлекеттік деңгейде сахнада жүргізіп жатқан азаматтың бірі. Тойға да шығады, сахнада жүреді. Одан кейінгі тағы бір асабалардың бірі Айдос. Қазір Мұхтар Әуезов атындағы мемлекеттік университет декан орынбасары болып істейді. Олар да сөйлеу мәдениетін біледі. Ал кейінгі жастар, белгілі нәрсе ғой, жаңағы Сәкең де айтып жатыр, өзінің орындарын білмей кететін жағдайлар да бар. Мен бір мәселені айтайын. Мысалы, үлкен той болады, той болған кезде үлкен ас келеді. Аспен шеке бас келеді. Ол асты қалай шығаруын да білмейтіндер бар. Соның ішінде. Мысалы, беш бармақ деп шығады, беш бармақ деген ондай сөз жоқ қой енді. Қазақта бұрыннан айтылып жатқан біздің ұлттық тағамыз деп айтады. Оның кеңестің уақытысында етті қадірлі адам, қасиетті адам, қолын сумен жуған таза адам турайтын болған. Оны княздар мазақ қылып беш бармақ деп кеткен. Негізінен нан тағамнан сыбаға, дәнді дақылдан сыбаға, сүт тағамнан сыбаға, ет тағамнан сыбаға, үт келді, үтпен бірге құт келді дейді. Қазақтың ұлттық тағамы ет тамақ. Шекемен бас келген кезде бата сұрау керек. Ол әрқайсының өзінің орны, жолы бар. Дұрыс па? Ал енді кейінгі жастар бар, сол ет тамақ келген кезде оң қолын көтер, сол қолын көтер, ұр, шапалақ дейді. Ет тамақ жейін деп тұр. Болмаса оң қолыңды сол жағаға қой, Диттен кейін жәнде мақтайсың, ал сол жағын қойды да, не деп жатыр деп қойған ойындар болады. Ол ойынға жатамай енді. Ойын ойналатын тойлар болады, ойын ойналмайтын тойлар болады ғой. Кенжеге өзіңіз білесіз. Жаңа шоумендер деп айтып отырмыз ғой. Сізге тапсырыс берген бір әулет сондай шоу қылып жүргіз десе, сіздің болмысыңыз, жан дүниеңіз сол нәрсені атқара ала ма? Енді асаба деген біз әмбебап болу қажет деп айтып отырмыз ғой. Дұрыс қой, енді тапсырыс аласың, сол шаңыраққа барасың. Енді саған сол күнгі сені қаржыландырып ақша беретін тойдың егесі. Ол өзің қалауы болады, мынандай істесең, мынандай болса, кішкене ойындар болса деп. Біз енді барып жүгіртіп біреудің келіншегіне, біреудің байын жабыстырып, ондай ойындарым жоқ менің. Мысалға, менде ойындарым бар, бірақ сұрақ жауап есебінде. Дастарханда отырып, нағыз қазақтар ойнайтын ойын, тамақ жеп отырып, сұраққа жауап берсеңіз болды, сыйлық аласыз деп келтіресің. Кәдімгі қазақтың дәстүрінен, баяғы қазақтың ғашықтарын, классикалық ғашықтардың есімдерінен жарыстырып, мысалға Қыз жібек десек, төлегендігім айтса, соған сыйлық береді деген сияқты. Сонда ойындарым бар, бірақ енді ерсі ойындар қазір расында көбейіп кетті. Жаңа Серік ағаларымыз жақсы айтып отыр. Енді соған бір мектеп керек сияқты. Қазір жастар сізден келіп Серік аға үйренейінші деп келмейді алдыңызға. Өйткені өздері сұраныс жоғары жаңа шоуына. Мәдениетті сөзді онды жаттап қиналудың керегі жоқ. Жаңағыда ойын өткізіп ақшасын алып жүрсе болды да. Ал бізде мынау өнер мектептері бар. Мына Қаратау мектебі бар мына жерде. Оқу орындары бар. Салт дәстүр орталығы бар. Негізі бір кішігірім осы сертификат беретін қыламыз ба? Асабаларға Асабаларға сертификат беретін.
оның бір арнайы осы Серік аға сияқты, Жәкең сияқты бір мықты тәжірибесі бар кісілерді мұғалім қылсақ, үйретсе, біреуі этиканы үйретсе, біреуі сөз мәнерін үйретсе, қазір бір тамадаларды байқап отырасың, өтер нүктені білмейді, жаңағы жаттап алған патырлатып кетіп барады, орысшаны қосады, шұбар тілмен. Содан кейін жаңағы сөзін қарасаң, өзі түсініп тұрған жоқ ананың. Мектеп керек сияқты мен үшін. Иә. Енді салт дәстүр орталығына арнайы маманды шақырып отқан себебіміз тойда қандай дәстүрлер жасалу қажет. Бір тойды алайық мысалға. Сол тойда ғана жасалатын дәстүрлерді атап өтіңізші. Бала өмірге келгеннен бастап тал бесіктен жер бесікке дейінгі ұстанатын жөн жоралғылардың барлығын қазақ той деп есептейді. Әрқайсысының өзінің тәрбиелік мәнімен жұртқа насихаттап үлгі болғанды тәуір көреді. Бесік тойдан бастап шілде күзету мысалға, жаңа өзіңіз айтып отырдыңыз ғой, әр той қалай өту керек. Енді көпшілігінде біздің қоғамда орын алып жатқаны бесік той, сүндет той, қызды ұзату, жаңағы үйлену тойы, одан кейінгі жаңағы бас қосқан күндерін атап өту, алтын тойға жаңағы ары қарай жалғаса береді. Ал енді бесік тойдың өзін өткізу ерекшелігі қазіргі таңда үлкен тоймен пара-пар болып кетті. Қазақ шілдеханада, бесік тойда ер азаматтарды болдырмай, тек қана тілеулес жандарының арасында баланы бесікке салып, оның бесікке өзінің отауына қондырғанын атап өткен. Оның тұсында жаңағы келіншектің 40-нан шыққанға дейінгі жасалынатын жөн жоралғылардың барлығын той іспеттес қылып бұрынғы кезде атап өткен ғой, жаңағы үйіне шақырып, жаңағы босанған келіншектің өзін депрессияға түскен кезде 40 күнге дейін әншілерін шақырып, жырауларын шақырып, жақсы кісілердің әңгімесін естіртіп, өзімен қатар жан-жағындағылармен қатарлас деңгейлес болуға ықпал жасаған. Мінекей соның бәрін той деп есептеген. Ал біз қазір оны көпшілікке насихаттап жұрттың бәрін жинап алып, ер азаматты да шақырып, ішімдік қойып, жаңағы баланың өмірге келуін солай тойлап жатырмыз. Бұрында бесік тойға ер азаматтар бармайды. Енді жалғыздың үні шықпас дейді ғой, біздің Шымкент қаласындағы салт дәстүр орталығы Қазақстан бойынша жалғыз орталық. Десек те мамандары аз болғанымен біз осындай көне дәстүрлерді жаңғырту мақсатында қалыс қалған тұсын насихаттау барысында біз дұрыс пікірлерді ұсынып келе жатырмыз дейміз. Ал енді Шымкент не шықса да Шымкенттен шығады деп жатады. Біздің дәстүрді насихаттап, бір дәстүрлі, бір өзекті тойларды көріп жатса, ол біздің жемісіміз деп ойлаймыз. Өз басымыз солай ойлаймыз. Себебі айтқан дүниелерді алып кетіп жүзеге асырып атқан мінекей осында отырған ағалар сияқты асабалардың ол қызметі. Асаба дегеннің өзі дәстүрді толық білу керек тұлға деп есептеймін. Себебі олар көпшілікті жинап алдында 300-400 адамға дейін адам болады. Сол кісілерге олар өзінің өнерімен қоса қазақтың құндылығын дәріптейтін тұлға. Сол себепті насихаттаушы деп айтамыз. Асаба білімді болу керек, өзінің ұстанымы болу керек. Мен құндылықты дәріптеп жүрмін, көпшілікке үлгі болуым керек. Мен осы тұрғыда қызықты ете алам, дәстүрді де насихаттай алам, адамды да баурай алам, өстіп шығара алам деп өзінің қызметін ұсынатын асаба кемде деп отырмын. Қазанды қайнататын, дастарханды жайнататын той иесі болғанмен қызыл тілді сайрататын біз ғой. Бірақ тіл менікі екен деп, тілден сүрініп, жақтан жаңылмай, о бастан тойдың егесін иландырып, және сендіре білу деген мәселе бар. Ол кісіге көргенділігіңді көрсет. Қыздың жиған жүгіндей, мысалы театрдың киімілгіштен басталатын сияқты ағасы. Амандасу былай басталады. Тойдың егелерін былай шақырамын. Құдаларды құрметпен төбемізге көтеріп, төрге оздырып, төредей құрмет көрсетеміз. Сен осы құлағына кіретін, жаңағы ойына, көңіліне жағатын, ойын табатындай нәрсе ұсынсаң, тойдың егесі де саған көндігеді. Сондықтан мысалы жаңа салт дәстүр туралы айтып жатырмыз. Көнеден жаңаға, бабадан балаға дейін жалғасып келе жатқан жақсы дәстүрлерді әлгіге дейін қамайды. Мысалы қыз ұзату кезінде бұрындары үйленген 2 жас анау қалыңдық гүлін лақтыратын еді. Ол жаңа орыс деп демей-ақ қояйық, бөліп жарып. Жалпы батыстық бағытқа ауып кеткен жылдарымыз болды. Біздің мына кейінгі 10-15 жылымыз. Ал соның қазір қазақы қалпын біртіндеп ретке келтіру. Мәселен, ұзатылатын қызға ақ жол деп ақ мата төсеп, одан кейін өзінің тел өскен құрбыларына бір-бір үкіден таратып. Қазақ айтады, сыныптан басқаның бәрі жұғады дейді. Сөйтеді да, соны сіздерге де жұғысты болсын деп, қыздарға үкі таратып, орамалын сіңлісіне сыйлап кетіп жатады. Оған гүл шашып жатқандар да бар ғой. Иә, енді мақұл. Негізі мынандай гүлдің, мысалы райхан гүлдің қауашағын әрқайсысын бүйтіп
алып шашу ол негізі батыстық бағытта католик дінінде ол өлікті солай шығарсылады, шынын айтқанда. Бізде көктей солғыр дейді, көкті Ал біздің қазақтың шашатыны ықылым заманнан ол шашу. Қызды ұзатқанда шашу шашылмайды. Келін келгенде шашылады. Одан кейін жаңа бас беретіні, алдымен ұлттық ас беретіні туралы айттық. Шынында да мына беш бармақ дегенге мен үзілді кесілді қарсымын. Қазақтың, ата қазақтың тарихында беш бармақ деген сөз болмаған. Біз оны жаңа өзің айтқандай, сырттағы өзге халықтар беш бармақ. Адамда бес бармақ болмайды, бес саусақ болады. Бал бармақ аспаздар дайындайды. Қазақтың қазы қартасы жал жаясы белгенде оны ет дейді, солтүстік жақта асамық дейді. Ет асамыз дейміз ғой. Сол сияқты. Кейін кезде байқайсыздар ма? Бас пен асты апарып үлкендерге ұсынады. Әуелі қазына қарияларға, одан кейін құдай қосқан құдалардың алдына тартады. Сол кезде кейін кезде бата да сұрамайтын болып жүр. Жалпы баяғыда баласы аттың жалына жармасып, азамат болып жолға шықса да қазақ бата береді. Үйіне қонақ келсе де қонақтан бата сұрайтын. Сол сияқты құдай қосқан құдалардың үлкенінен бата сұрау да бірте-бірте қалып бара жатыр. Мен өзім басқарған тойларымның барлығында жаңа Кенжехан дұрыс қазақы қалыпты. Мен оны, ой, ол 18-19 ғасырды тықпалай берме. Қазір заң басқа, заман басқа, соған сәйкес адам басқа деп ойлайды ғой көбісі. Бірақ оның да орны бар, қалаған кірпіш сияқты. Ойындар болсын, жаңа Кенжехан айтқан сияқты қазақтың сан ғасырлық салтын, дәстүрін. Мәселен, мен Түркістанды той басқарып келдім. Не бір игі жақсыларды жиналды. Отырамда мен айтам, неше түрлі тарту таралды сый сияпат алып қойған. Айтамын да, ал осы жерде не бір абыз ақсақалдар отыр. Қазақтар айтады, міне құда жекжаттарға бірінші сөз бердік. Құда жекжат деген кім? Құда бір бөлек, жекжат бір бөлек. Сол айтады, құда деген қыздың ата-анасы немесе келіннің әке-шешесі, жекжат деген солардың туысқаны ғой дейді. Біреу тағы басқа деп танытып кетеді. Ал жекжат деген жеті атадан асып, сонау одан кейін ақсақалдардың ақбатасымен боз биені құрбан шалып, үлкендердің келісімімен қайтадан сүйек жаңғырып қыз алып қыз беріскен адамдарды жекжат дейді. Абысын жекжат деп адам. Иә, сол мұны бала, әке, ата, баба деп жалғасатын сияқты. Енді былай қарай. Жеті атадан асқаннан кейін сүйек жаңғыртып қыз алысып беріскен адамдарды жекжат дейді. Абысын ажын деген не? Мәселен, мына Көпен Әмірбеков ағамыздың бір туыс інісі баласындай ғой. Атын ұмытып отырмын. Сол жігіт осындай TikTokта, Instagramда жүргізеді. Абысын ажын деген кім? Абысын деген мен үйдің үлкені болсам, Жәнібек туған інім, Кенжехан сен оның інісі болсаң, менің әйелім Жәнібектің әйеліне абысын. Жәнібектің әйелі ажын. Ал енді Жәнібектің әйелі сенің әйеліңе абысын. Сенің әйелің оған ажын. Өзінен кіші ажын болады, жоғарысы абысын. Қазақ себебі қарайсыздаршы, қазақ қашанда жасты сыйлаған, жолды жоғары қойған. Біздің осындай жолымызды, одан кейін ат тергеу деген сияқтылар бар. Мәселен, қазір баяғы ерке бала, мырзаға деген сияқты. Бірте-бірте байқайсыздар ма, қалып бара жатыр. Оны неге мен шырылдап айтып отырмын? Себебі соны ердің жасы 50-ге келген біз айтпасақ, қылшылдаған 40-дағы сіз айтпасаңыз, мына орда 30-дың орманында, 20-ның жайлауында жүрген жастар бірте-бірте оны ұмытады. Шынын айтқанда жер бетіне желпілдеп мақтанамыз ғой, Шымкент нағыз қазақтардың астанасы деп. Нағыз қазақтардың астанасы болсақ, сол бүгінге дейін өшпей келе жатқан ата дәстүріміз бен мәдени мұранымызды, салт дәстүрімізді осылай тойда жаңғыртайық. Сұрақ қойып ойнат, сый-сияпат бер, қызықтыр. Бірақ қазақтың салт дәстүрінен жасыр. Той басқарғаннан бөлек біздің асабалар асты да қазір басқаратын болғанбыз. Ол кісі туралы бір естеліктер айтқызып, біреу қайғырып отырады, біреу ас ішу үшін келеді, біреу қайғысына ортақтасу үшін келеді. Осы қаншалықты қажет деп ойлайсыздар? Бізге қажет деп ойлаймын. Себебі халық сұраныс қой барлық жерде. Мысалға бір елге еткен еңбегі бар, бір үлкен азамат дүниеден озса, оның асын жүргізуге болады, себебі еңбегін айтып, оның елге жасаған жақсылықтарын паш етіп, оның арттырған жолдастары келеді, басқа келеді. Оларға да ретін тауып, жолын тауып, мына ағамыз үзеңгілес болған, жанында жалау болып жүрген мынандай бір жолдастары келіп отыр деген сияқты. Асабаның ол жердегі міндеті бір уағыз айту емес, уағыз айтатын имам бар өрде, арнайы шақыртылған. Сен сөзді ретімен, жолмен беріп отырасың, жеткізіп. Ал бірақ бір жерлерде мысалы біреудің бір келіні қайтыс болыпты, жап-жас. Оған не айтасың? Ой, мықты әйел еді, бірінші еді деп айтамайсың ғой. Онда жерге шілей артық болады-ау деймін. Бірақ арнайы өз шақыртатын арнайы тұлға халықтың арасында аты озған кісілерге болады. Басында айтылды ғой, тамада асаба деген әңгімеде. Асаба деген жалпы ас жүргізуші. Біздіңше айтқанда той басшы негіз асаба деген сөз. Ал біздің қазіргі етіп отқан қызметіміз жүргізушіміз, былайша тойды
ретімен жүргізіп отырамыз. Той басшы ол бүкіл тойды реттеп отыратын азамат, асабасы. Асабаның өзі кім? Қандай тұлға болу керек? Асаба ол көптің бірі, көже табаққа ортақ, көше тамырың емес ол. Ол сені аттай қалап шақырған асаба, Фариза ханым, сіз айтқандай әмбебап болу керек. Қазақта сөз бар ғой, 8 қырлы, 1 сырлы дейді. Міне осы нағыз асабаға қарата айтылатын сөз. Асаба қолдан келсе, ауылдың алтауызын айтпайтын қазақ кемде кем. Қазір тойда ауылдың алтауыз деген не? Ал қонақтар айтатын әнді не дейді? Десең қонақ кәде. Осыны көп адам білмейді. Айтайын дегенім, асаба қазақтың қар өлеңін жатқа білетін, қазақтың ауылдың алтауызын айта алатын, шешендік шеберлігі бар, көпті аузына қарата алатын, қажет жағдайда кейбіреудің көңіліне кеп қалатын көлеңкелі тұстарды жуып шайып жіберетін психолог, мәмілегер де болу керек. Тойда айтыс тартыста болады негізі. Осындай кезде ебін тауып, елдің тілін тауып кететін шешендік шеберлік те, табанасты тапқырлық та керек болса, кішкене билейтін бишілік те бір асабаның бойынан табылса қанекей. Жаңа енді қайталағаным емес, мына жастар көңіліне алмасын, мына жаттағанын жаңылмай айтатын бастауыштың баласы тақылдап оқитын тақпақ емес ол. Мәселен, жаңа асты 20-дағы жігіт жүргізіп тұрса, қалай қарайсыздар? Мен оның жоқ, негізі 20-сында да тас жаратын, тілі тас жаратын не бір мықты асабалар бар. Бірақ 20-ды беу жалған дүние ай деп тұрса, анау өз жарық дүниеге келгені кеше өзі. Сондықтан Фариза ханым, жаңа бір әдемі ой салдыңыз сіз. Әр тойды жүргізетін асабада өзі жүйесі болу керек сияқты. Мәселен, ат. Қазақтың қанаты ғой енді. Сол аттың арбаға жегетін ат бар ауылда. Шаруаның шабан торысы. Көкпар шабатын ат бар. Аламан бәйгенің аты бар. Қыз қуының аты бөлек. Жорға, су төгілмейтін жорға. Бәрі ат. Бірақ түсетін бәйгесі әртүрлі ғой. Сол сияқты асты жүргізетін, мысалы Құрал Сағынаев сияқты көркем сөздің көсемі, Сәбит Әбдіхалық Әбдірайымов ағаларымыз сияқты алдыңғы толқын ағалардың арасында көргені көп, түйгені мол, пайымы терең, парасаты биік азаматтар асты жүргізсе құлағып жарасады. Мен жастардың арасында да орнын тауып, ойлы сөз айтатын, жаңа оймақтай ой тастап кететін бекзаттай азаматтар да бар. Ал мысалы мен жасым, ердің жасы 50-дің үстіне шыққанда, жарты жасымдағы 25-тегі баламен 20-дағы келінің тойын басқарғым келмейді, қайшынымды айтсам. Бірақ тойдың егесі қалап қоймаса ғана барым. Ал мәселен ердің жасы 50, 60, 70, 80 сияқты мерей тойдағылар қамыс құлағын қайшылап отырып, сенің қаймақтай сөзіңді рухани шөлге қанып отырып тыңдайды да. Сондай жерге барғым келеді. Ал енді Бекзат мырза, әлгінде айтып отырмыз, аста жүргізесіз. Жастардың алдында сіздің айтқан қазақи сөзіңіз, сіздің айтқан салмақты орамды ойыңыз өтпей қалатын тұстар бола ма? Мәселе тыңдауда емес, айтуда ғой. Негізі айтылмай қалмау керек та, сөз айтылу керек. Айтылмай қалса жетім болады екен. Сол үшін де жақсы сөздерді жүйелеп дұрыс айталса, мәселен, серік ағаларымыз сөйлеген кезде айтты ғой, қамыс құлағын қайшылап отырып тыңдайды деп. Ұйып тыңдап отырғанына талай рет куә болдық та серік ағамыздың. Сол секілді егер асабаның сөзінде жүйе болса, оның ісі де дұрыс болады деп ойлаймын. Ол жердегі ортаға жұғымды жақсы сөз айталса, халықты да бет алды кінәлай беру орынсыз шығар деп ойлаймын. Халықта емес мәселе, біз сол нәрсені дұрыс бере алмай жатқандығымыздан деп өзімізге де бір сәт жауапкершілік алу керек шығармыз деп ойлаймын. Гүлшат ханым, дәстүрді бұрмалайтындар кімдер, асабалар дегенге келсіз ба? Әрине асабалар. Жаңа сөздің басында да айтып отырмыз ғой, асабаларға біліктілік қажет деп. Білмейтін болғаннан кейін ол өзінің барған жерінде, өзі сияқты бір білмейтін кісіден үйренген, ол келесі жерде осы жерден көрдім ғой деп дұрыс ұстаныммен ол жариялай береді. Дәстүрді бұрмалайтындар негізінде топтың алдында жүрген кісілер, асабалар. Шыны керек. Мен жақында ғана бір айта кетейін, жақында ғана бір кенжекеңмен бірге бір құдалықты ұйымдастырдық. Сол кезде құдалық тойдың өзінің бір ерекшелігі болу керек. Құдалар кіріп келе жатқанда оларға өзіндік насихатталмай жүрген салт дәстүрлерді жаңғыртайық. Бұл қазіргі жастарға үлгі болсын деген мақсатта келген құдалардың алдына бақан тастадық. Парасат пайымы бөлек қой, өзі кенжекең бірден ұғынып, не үшін бақанды тастады, не үшін деместен өзі арғарай алып кетті. Қазақтың салты бойынша келген құдаларға бақан таста, ол арқан керуменен қазір жалғасып кетті. Арқанды екі келіншек керіп шыға келеді. Ал енді бұл бақан тастауды өзінің тәрбиелік мәні жаңағы ота құрған жастардың жеңгелері тастайды.
Себебі бақаннан ешкім аттап өтпейді. Бақан екі жастың көтерген шаңырағының үлкен тірегі. Келген қонақтар, құдалар, жаңағы сол ортаға жиынған адамның барлығы уық болып, шаншылып, жастардың биік шаңырақты керегесі кең, жаңағы табалдырығы берік отбасы болуға ниеттес адамдар келеді, жақсы тілектерін айтады. Олардың бірігіп отбасы болуына барлығы уық болып, шаншылып, жақсы тілектермен ортақ болады. Мінекей сондай дүниеге келген кезде жастардың өзіне де бір дәстүрдің ерекше үлгісін сезім етіп алып, олар бойына жаңа қалыптастыру мақсатында осы үлгіні насихаттайық деген ойменен жасаған болатынбыз. Нағыз дәстүр салттың арасында жүргеннен кейін арнайы киіз үй тігіп, ол жерде жаңа ағарған қойып, қымыз қымыранмен қарсы алып, оның барлығы құдалардың өзіне бір ерекше әсер етті келгеннен. Одан кейін отырғаннан кейін де мәдениеті басқаша болды. Жалпы дегеннен салтқа қанығып, жаңағы қазақтың дәстүрін ұғынып кіргеннен кейін өздері де былай басқа жаққа ойлауға ұяты жібермеді ма, кәдімгі сыпайы тойдың аяғына шейін тып-тыныш отырып, әдемі кеш өтті ол кезде де. Ол жаңағы ондай сезімнің өзі мысалға келген адамға дұрыс ой қалыптастырады. Себебі екі жастың арасына түсетін адамдар көбейіп кетті қазір. Жеңгесі дейме, кішкене қитын әлеуметтік желі, телефон арқылы ортада не болып жатыр, бәрі жан-жақтың бәрі хабардар ғой. Мінекей осындай дүниелердің өзіне де бір алдын ала біз барысында соларға бір бақаннан аттамаудың өзі сол жаңағы екі жастың жекесіне қарай өтпеу, олардың келешек жаңағы ұрпақтарын жалғастырып үй болып кетуіне үлес қосу. Енді салт-дәстүр орталығына той өткізуге өздеріңізге ұсыныс жасайтын адамдар бар ма? Осындай дәстүрлі менің тойыма, құдалығыма насихаттап беріңізші, болмаса осы нәрсені бізге жасалуына көмектесіңізші дейтін. Әрине, ондай адамдар келеді. Біз той томалағының барлығын жаңағы құндылықтарды насихаттап отырып, жастарға үлгі болатын дүниені басынан жасағысы келетін кәдімгі отбасылар бар, оларға көмек беріп жатамыз. Демек, сіздердің көтеретін жүктеріңіз ауыр, оны насихаттау қажет. Бұрынғы уақытта білесіздер, жастар гулянкаға шығатын. Иә. Автокөлікке жаңағы лентаны байлап. Енді ол да батыстан келген дүние ғой, иә. Сөйтіп шығатын. Ал біз енді әдет ғұрып салт дәстүр орталығы ашылды. Мен енді опера балет театрынан кейін әдет ғұрып салт дәстүр орталығына басшы болып бардым. Сол кезде жастар сейіл дегенді қойдық. Жастар сейіл деген не? Қазақтың осы ұлттық домбырасы бар, онымен қобыз, соның ішінде отыратын серілер жастарды жаңағы атқа, арбаға жегіп, ортада елді аралап, дәстүрімізді, қазақтың дәстүрлік әндеріменен өткізу, жастар сейіл деп жатады. Оны да біз енді кіргіздік. Алты бақаның қасында деген сияқты. Олар енді ол өзінің ерекшелігі сонда болды біздің де әдет ғұрып салт дәстүр. Енді шаңырақ қойып жатады. Көбінесе құдалар келген кезде шаңырақ қояды. Шаңырақ деген не, оны көбісі біле бермейді. Басқұр деген не, сырмақ деген не деген. Ол шаңырақты алып жүруде қазір үрдіске айналды ғой, ал көтеріп жүр. Ал салт бойынша шаңырағың шайқалмасын дейді. Ол бір жерде тұру керек негізінде. Ол шайқадып, керіп, бүкілден аралап жүреді. Алып жүрген бір жердің орында тұру керек. Өйткені шаңырақпен керегені ұстайтын басқұр, елді ұстайтын дәстүр деген. Ішкен жегенің ем болсын, төрт бұлаң тең болсын деген сияқты ғой. Сондықтан да әр нәрсенің өзінің орны бар, ережесі бар. Оның барлығы осы оңтүстік өңіріндегі әдет ғұрып және салт дәстүр орталығының ашылғанның арқасында біраз нәрселер болып жатыр. Біз енді Асқар Исабекұлы Мырзахмет көкемізге де көп рахметімізді айтып береді. Ешқандай облыста жоқ, біздің облыста істеп берген. Оны ары қарай дамытуымыз керек. Міне сіз жаңа әңгіме барысында айта кеттіңіз ғой, асабалар мектебін қалыптастыру керек деп. Айтпай кетсе сөз жетім деп. Асабалар мектебінің негізі сіздерде құралу керек. Негізі сол бастаманы міне Жәнібек Ауданбекұлы біздің орталықта бірнеше жыл басшы болды. Сол кезде осы Шымкент қаласындағы өзі қатарлас орта буын, аға буын, жас буын асабалардың бәрін біздің орталыққа жинаған болатынбыз. Алғашқы негізгі мақсатымыздың бәрі осы, сіздер елдің алдында жүргендіктен осы дәстүрді дұрыс насихаттасақ, кірме дәстүрлерден арылсақ, өз құндылығымызды өзіміз дәріптеп, келешекке үлгі болсақ деген мақсатта. Енді шыны керек, оны өздеріңіз сияқты кішкене жаңағы жасы ұлғайған кісілер қабылдады да, орта буын, жас буын мүлдем қабылдаған жоқ. Оған бағдарламада жасадық. Бірінші кезеңде мысалға осы дәстүрлерді айтып шықсақ, екінші кезеңде сахна мәдениетінен жаңағы сабақ беріп жүрген кісілерді, олардың сахнадағы жүріс-тұрыстары, әңгіме, бойын ұстау, киіну мәдениет деген сияқты осының бәрін қосамыз деп. Міне екінші кезең, үшінші кезең деген бізде өкінішке орай болған жоқ. Себебі қыстырма сөз жаңағы
күлмекке жаңағы пайда дейді ғой. Бізді оқытқысы келді ғой бұл кісілер деген әңгімемен сыртта шығып айтып, немесе жаңағы сол жерде қайтып, олар сол жерден тоқтады. Әлі де сол асабалардан бір тұшымды ой, парасатты дүниені көріп жүрген жоқ, біздің дәстүрді насихаттап, елдің алдында үлгі болып жүрген. Демек, дәстүрді бұзатын асабалар деп жатсыз ғой жаңа. Бұзады. Мынау қызды 12-ге дейін шығарыңдар деген бір дәстүр шығарып алды кейінгі кезде. Иә. Сол 12-ден кейін асып кетсе, қыздың жаңағы туфли жоғалып кете ма, Золушкадағыдай, болмаса жаңағы күйеу баланың лимузині асқабаққа айналып кете ма. Қазғалпына баяғы, қазғалпына орала ма. Көбіне соны айтамын, ол несі бар? Қызды таң атқанды шығарған екен. Таң шолпаны туғанда. Таң шолпаны туғанда. Енді дұрыс осы жерде де, шынында да бәріміз ойымызды, біз енді кезек сақтап, әдеп тұстанып отырмыз ғой, бірақ адам ой туғызып жатыр. Айтайын деген мәселе, сырттан келіп, сыналап кірген батыстық бағыттағы дәстүрлер бізде бар. Әлгі мәселен, бой жеткен қызымды әкесі мен өзім алып шығам дейді. Жоқ, шын айтам, ол қазақтың қай тарихында, қай халқымыздың қай дәстүрінде бар еді. Кейде тойдың егелер көнбейді. Мен соны кейде көзін жеткізуге бар айтым. Одан кейін қызды ұзатып жатқан кезде туған ағасы көтеріп алып бар далаға шығарып беретіні кешіріп қой. Ешкімнің өткізе алмай жүрген қызы жоқ. Шынын айтқанда, тауына қарай аңы, топырағына қарай шаңы, сабасына қарай піскегі, сақалына қарай іскегі деп соған көндіге беретін болсақ, онда көргендігіміз қайсы біздің. Сондықтан дұрыс болу керек та, қызды ұзатқан кезде жаңағыдай қыз кезінде сыңсу айтатын. Қазір қыздың орнына сыңсымақты ол аңырап әнін айтып беріп, әншілер шығарып беріп жатыр ғой енді. Анасы сәукелесін апарып, сәукеленің биіктігі, шаңырағың биік болсын, босаған берік болсын деген ұлттық астар жатыр оның артында. Ана ақ жолмен ұзатып, бата беріп, оны тоқтатып алып, әркімге біреу маңдайынан, біреу бетінен сүйіп, берекесін қашырып жатады. Түгел сөздің түбі бір түбі атасы майқы би дейді. Қазақ жүйемен сөйлеген ғой. Сол біз бабаларымыздың жүйесінен, жолынан ауытқып кетпей, сол жолмен жүрсек, біздің тойымызда, ойымызда, құндылықтарымызда түзеледі. Және тойларымызды мынау уағыз насихатпен өткізудің өзі де, бұл енді той қуанып, ойнап, күліп жүретін жер. Оны енді бір ыңғай жағы діни форматқа өткізіп жіберуде дұрыс емес. Осы өзіміздің қазақы бағыттан, дәстүрден айнымай өткізуіміз керек. Бірақ енді ойын күлкі ол тыйылмайды. Ол керек нәрсе. Өмірдің өзі сол нәрсені қажет ететін жерлер бар. Бірақ сол ойындар осы ағаларымыз айтқандай әдептен аспаса болды ғой. Қазақ Мәшһүр атамыз айтады ғой, қазақ жүйрігін мініп, қымызын ішіп, сұлуын құшып, тойын тойлап, көкпарын тартып, Құдайға жаққан жолды білген дейді. Сонда қазақтың тал бесіктен жер бесікке дейінгі бүкіл өмірі, әдет ғұрып, салт дәстүрі бұл жаңағы шариғатқа да, құдайшылыққа да қарсы емес, керісінше соған лайықты жол. Соны ұстанып қалсақ, Құдай қаласа бақытты өмір сүреміз деп ойлаймын. Қазақтың кәдімгі қаймағы бұзылмаған өңірде осы дәстүр салтта бұзылмау керек деп ойлаймын. Жолды сыйлаудың керек. Қазір жолға емес жағдайға қарап сыйлайтын заман болып қалды. Кімнің жағдайы жақсы, тойларда да байқайсың. Бір кішкентай інісі ақшаны көбірек табады, лап етіп ортада тұрады, үлкен ағалар соның алдында басы иіп, анау не айтса да соның ыңғайына жығылып, соның айтқанын істеп, мысалы мына қызды бүйтіп шығарасыз, ананы бүйтіп шығар десе, жаңағы қаршадай ақшасы көп баланың айтқанын тыңдап тұрады, өзінің бауырлары, ағайындары басшылығы. Сондықтан жолды сыйлау қазақтың өшпесін, дәстүріміз өшпесін, жалпы қара сөздің қадірін білетін, желігін шағып майын жегізетін алдыңғы буын ағалар, менің ойымша бір мектеп ашыңыздар. Біз де барайық көмекке, ол мектепке. Бір білгенімізді үйретеміз. Жас асабаларды бір сұрыптан өткізіп, болмаса бір арнайы бір сертификат беретін сияқты бір нәрсе керек. Салт дәстүр орталығын ашсақ та бола ма оны. Сөйтіп кішкене өзіміздің үлесімізді той мәдениетіне қоса аламыз солай ғана. Кейде торт алып қояды. Тортты да амал жоқ алып қойғаннан кейін шығару керек, бірақ қай атаңнан көрдің күйеу баласы енесінің аузына вилка тығып атқанын, болмаса келіні қайнатасына нан жегізіп атқанын. Сіздер қайта ертең немере шөберенің қолына май жалаңыздар. Қазір жастар бір-біріне татырсын деп екеуіне кестіріп, екеуіне бір-біріне жегіп торттан құтыла саламын да былайша. Қолымыздан келгенімізше сәл де болса дәстүрге қарай, ұлттық салтқа қарай бейімделе берейік. Сарқыт деген ән жаздық. Жарылқасын Дәулет ағамыз әні сөз Серік Сейітман. Қазір тойда сол
жастарға қариялардың жеген жерінен солардың табағынан сарқыт жегізіп батасын берсек Қандай ғанибет. керемет өтімді болып жатыр да. Анау енді өзінің дәстүрі кез келген халыққа ұнайды ғой. Бір сондай жылы Тек оны жаңғырта білу керек. қабылдап жаңғырта білуіміз керек. Жаңа торттың орнына кәдімгі даяшыға тапсырсаң, сол салтанат сарайдың қызметкерлері әкеп береді, ана жерге демдеп қойған дайын шайнекпен шай әкеліп, орамал тартқан келін, немесе қымыз бен қымыран берсін өз қолымен иіліп ізетін жасап, немесе келін шайы деп. Біз құдандалы боларда, ата-ана танысып табысарда тәтті шай ішеміз ғой қазір. Енді бұл келін шай. Сол келін уәде пісті. Ол тәтті шай мен келін шайды бір жақтан келген ғой, Сәке. Жоқ, енді сол келіннің мысалы ең өзбек ағайындардан ғой. Енді ол бізден бөлек емес қой енді. Жалпы мұсылманның баласы тарайтын түбіміз бір, түркі жұртымыз. Атауы өзгеріске ұшырап біздің сондықтан шай берсін, қымыз қымыран берсін атасы мен енесіне. Амалын тауып алмастыруға болады ғой. Үйленетін жігіт қамшысын бет қайырып алып елге барып, датым бар. Датың болса айт деген кезде сіздің көрікті қызыңызға біздің бөрікті ұл сыңарын тауып, сырғасын тауып келді. Рұқсатыңыз беріңіз деп. Егер де әкесі рұқсат берсе, соған шапан жауып кететін болған. Оны шеге шапан деп айтқан. Ал қазір оны жұрттар тәтті шай деп жүр. Сол себептен ол дәстүрімізді біз ұмытпауымыз керек. Енді Құдайға мыңда бір шүкір, қазір асаба болғаннан кейін жас үлкен деп сыйламай, оның басын құрметтеу керек. Сондықтан да әр азаматтың өзінің орны бар. Болашағынан үлкен үміт күтетін жастардан үмітіміз бар. Олар үйренем десе де, елдің ортасында дәріс алам десе де, бізге жағында бағыт бағдар бер десе де, біз одан ешқандай іштарлық жоқ, құштарлығымыз болса. Ең керегі адам баласы адами құндылықты түсіну керек. Жалпы той басқаратын асабалардың барлығы пайым парасаты жоғары, озық ойлы болса екен дейміз. Олар кішкене ізденсе, білсе, біздің құндылығымыз да, біздің салтымыз да, жөн жоралғымыз да өзінен өзі елге паш ете беретін дүние. Мысалға, өзбек ағайындардың бір тақиясымен, бір жаңағы атласындағы орнаментпенен бүкіл өзбектің өзбек екенін біліп жатамыз. Сол секілді біздің қазақтың тойы екенін білдіретін әр дәстүрдің, әр тойдың өзіндік тәрбиелік мәніне сәйкес дәстүрлерді кеңінен насихатталса, біздің елден бүкіл әлемнің алатын үлгісі өте жоғары. Себебі біздің қазақтың салт дәстүрін орыстың ғалымдарының өзі бағалап кеткен. Қазақты тәрбиелеудің ешқандай қажеті жоқ, себебі олардың салт дәстүрі тұнып тұрған тәрбие деп. Сол себепті әлемге үлгі болатын елді жаңағы насихаттайтын, мінекей елдің алдында жүрген ер азаматтарымыздың біліктілігі жоғары, пайым парасаттары мол болса екен деп тілеймін. Осыдан бір 18 жыл бұрын жазған екем. Бабалардың бал үмітін ақтаған, намысын нанға сатпаған. Үйіне мейман келмесе жастығына жатпаған, өсетін елдің ұлы боп жақсыларын мақтаған, салты менен дәстүрін сарқыттай қып сақтаған, сармайдай баптаған, барлық ұлттардың баспанасы, барлық қонақтардың асханасы, нағыз қазақтардың астанасы, шырайлы шымғала. Тойғы гүлғала деп айтқан екен бір тойда. Қазір жастар айтып жүр ғой. Сол сияқты осы жерде айтайын деген, тамада екенмін деп тақылдай бермей, асаба екенмін деп асыра сілтемей, әр нәрсенің өзінің бір тәтті шегі болады. Мен енді 17 жасымда тай кезімде тапталып, ойда жоқта тосыннан атқарып, 600 адамдық тойды басқарған екем, 10-шы сыныпты оқып жүргенімде. Сонда маған көп нәрсені аузыма шайнап берген өмірде ағам, өнерде ұстазым марқұм Сабыржан Қайыпов менің әкем інісі. Сол айтып еді, маған үйретті да, сол Бәйдібек ауданында ауыл аймақты аузына қаратқан асаба еді. Мен сол бір басқарған тойымнан кейін топырлап тұрып тапсырыс келді. Сонда ағамның айтқаны бар еді, басын шайқап. Айналайын, налогы жоқ, наны көп деп үйретіп ем, өзім тойсыз қалдым ғой деп. Маған қарап, сол сияқты айтайын дегенім, бүгінгі асаба інішектерге, біздің өкшемізді басып өсіп келе жатқан жас ұрпаққа айтарым, асабалық түсінікті болсын, тамадалық деп айтайын, бұл мал табар кәсіп деп қарамаңыздар. Бұл өнер, бұл синтезделіп келетін синкретті өнер сияқты әмбебап өнер. Сондықтан асаба шынында да асыра сілтемейтін және кем түспейтін, кемшілігін білдірмейтін, қайта той егесінің жоғын бар қылатын, барын бал қылатын әмбебап болуы керек. Сондықтан асабалық мал табар кәсіп емес, нан табар жұмыс емес. Ол ұлтымыздың ғасырдан ғасырға жалғасып келе жатқан жақсы өнері дейік. Ендеше өнеріміз өрісті, өміріміз жемісті болсын. Бұрын айтатын ем, Алладан жаусын нұр көктен, тойыңыз болсын гүл көктем. Сіздерге деген құрметпен
оңтүстік арнасы Шымкенттен деп аяқтаймын. Рахмет дейміз келгендеріңізге. Бердібек Соқпақбаев қазақ асықпай, саспай, бабымен тойлағанды ұнатады деген. Ал қазіргі тойларымыз тояна бергеннен кейін тарқай бастайды. Адам қызыққа толы ортадан кетуші ме еді? Мұндағы сөздің түйінін көрермен сіздерге қалдырдым. Шернияз Жарылғасылұлы болса, сұлу қызға той керек, асылдарға ой керек дейді. Демек, тойға барған адам салмақты сөз тыңдап, алтынға бергісіз ой түйіп қайтқысы келеді. Кейде сол сөзді де жетім қылып, тыңдаусыз қалдырып жататынымызда жасырын емес. Оның барлығы әрине жарты сағат жыр қылған асабамыздың әмбебаптығына байланысты. Сондықтан сөздік қорыңызды молдетіп, аузыңызды аталы сөзге толтырыңыз. Біздегі үміт осы.